Жемқорлық дегеніміз не, әке? Бұл сөз нені білдіреді? Бұл жақсы ма, әлде жаман ба? Қалай жөнді етіп түсіндіруге болатын білмей тұрғаным-ай. Сәлем достар, менің атым Сигнал. Мен Зорппын, және басқа планетадан келіп тұрмын. Сен жемқорлық деген не деп сұраған екенсің? Мен түсіндіріп беруге тырысайын. Ол үшін сурет салсақ қалай қарайсың? Мына жақ бетке адалдық ағашын, екінші жаққа жемқорлық ағашын салайық. Ал енді не шыққанын көрейік. Қара, мына жағында адалдық ағашының тамырлары берік, әрі күшті болып шықты. Бұл ағаш жақсы қасиеттерге ие адам секілді. Жағымды қасиеттер мен жақсы амалдарының арқасында адалдық ағашының бұтақтары сау. Жапырақтары әсем, әрі жемістері керемет. Бұл ағашқа қарайсың да тамсанасың. Ол өнегелі адам секілді. Қоршаған ортаға пайдасын тигізеді. Ал енді екінші жағындағы жемқорлық ағашын қарайық. Байқасан, бұрын тамырлары сау болғанмен, бұл ағаш қисық өскен, және де қурап қалған. Бұл ағаш суарылмаған, топырағына күтім жасалмаған, паразиттерден емделмеген. Оның жапырақтары жоқ, бұтақтары кеуіп қалған, ал жемістері шіріген. Егер дәмін татсаң, ащы болар анық. Мұндай ағаштан ешкімге пайдасы жоқ. Әрдайым алдайтын, өз өтірігінің зияндылығын түсінбейтін адам да сондай. Жемқорлық ағашы секілді ешкімге пайдасы болмайды. Енді сен адал, әрі әдепті болған өте маңызды екен түсіндің ғой. Ал өтірік сені жақсы етпейді. Саған жемқорлық деген не, және ол неліктен жаман екенін түсіндіре алдым деп ойлаймын. Достым, адалдықтың маңыздығын өз достарыңа, сыныптастарыңа, іні қарындастарыңа айта жүр. Біз Зорптармен бірігіп, сендердің дамуларыңа көмектесетін қызықты ойындар, комикстер мен мультфильмдерді дайындадық. Біздің веб-сайтқа кір, біз сендерді күтеміз. Бірге ойнайық.